Бәріне сәлем. Мен АБК студия М. Өзіміздің тобымызда қазақшаға дыбысталған топ 5 дораманы ұсынбақпын. Бұл дорамалардың барлығы 1 сағаттық және 16 сериядан тұратын дорамалар. Дорамалардың обзорын бастамастан бұрын бірінші арнамызға тіркеліп кетіңіз. Міне осылай. Ал ендеше кеттік. Топ 5 дорамамызды 5-тен төмен қарай санаймыз. Біздің топ 5-ші дорамамыз Патша мәңгілік монарх. Бұл дорама 16 сериялы, әр бөлімі 70 минуттан. Жанр фантастика, романтика, мелодрама, детектив. Бұл дорамада 2 түрлі әлем жайында баяндалады. Бір әлем монархиялық басқару бойынша жүреді, ал екінші әлемде республикалық Корея. Монархиялық әлемнің патшасы Лигон, яғни Ли Минхо, көне сыбызғының арқасында келесі әлемге тап болады. Және сол келесі әлемде қашып жүрген сатқын туысын ұстауға тырысады. Әрине оған оны ұстауға көмектесетін сол әлемдегі лейтенант Чон Тэйл. Оның рөлін ойнайтын актриса Ким Гоун. Патша келесі әлемге бамбук ормандағы пайда болатын 2 жартас арқылы өтеді. Енді патша Лигон өзінің сатқын туысын ұстай алады ма? Оны АБК студияда бізбен бірге көріңіздер. Мен бұлай жұмыс жасай алмаймын. Шын айтамын. Бұл жолы расымен де солай. Жаңа қызметкер алмайынша істемеймін. Мен де жасай алмаймын. Қатарымызға тағы біреу қашан қосылады? Мен де тағы бір адам қосқым келеді. Бірақ түк амал таппадым. Қазір ешкім қылмыспен айналысатын бөлімге келгісі келмейді. Қызметте оңайлықпен көтермейді, жалақың да төмен. Ал сендер болсыңдар, келетін мендер. Бірақ біз жасап жүрміз ғой. Е? Ал біздің топ 4-ші дорама шын көңілмен тазарту. Бұл дорама 16 серия 70 минуттан. Жанры романтика, комедия, мелодрама. Бұл дорамада тазалық перизаттар компаниясының директоры Чан Сан Гёл, яғни актер Юн Гён Сан ойнайды. Ол кірден қатты қорқады, яғни ода мезофобия. Ал екінші бас кейіпкер Осоль, яғни актриса Ким Ю Джон ойнайды. Ол кір қожалақ, кірден мүлде қорықпайтын, өзін күтпейтін батыл қыз. Осоль жұмыссыз қыз, яғни ол жұмыс іздеп тазалық перизаттар компаниясына жұмысқа кіреді. Ол жерде Осоль Чан Сан Гёлдің мезофобиясын жеңуге көмектеседі. Не? Директор. Мен көзім көрінме? Жоқ, мен де көрген сияқтымын. Директор, мынау. Міне мынау. Мен әдейі емес. Мынау. Міне. Маса! Маса! Біздегі топ 3-ші дорама менің құпия романым. Бұл дорама бөлім саны 13, бөлім ұзақтығы 50 минуттан. Жанры романтика, комедия, мелодрама. Онша атақты емес ДБ Групптың мұрагері Чардинук. Әкесі жағажайдан қонақ үйді фирманы ішінен үйренуге жібереді. Сол жерде жолы болмайтын Лиюми атты қыздың анасы екінші рет тұрмысқа шығып жатады. Тағдыр екеуін бір күнде қайта-қайта соқтығыстырады. Сонымен екеуі жағажай жайында ішіп отырып көлікте бір түн өткізеді. Сонымен арада 3 жыл өткен соң олар бастықпен жұмысшы ретінде қайта кездеседі. Нағыз қызық міне осыдан соң басталады. Оны әрі қарай біздің ВКонтакте тобымызда көріңіз. Менің қайда тұратынымды қайдан білдіңіз? Түйіндемеден. Сені компанияда бірінші көргеннен сен емес боларсың деп үміттеніп барлық жерді қарап шығып едім. Мынау не тағы? Мында екен ғой. Менің інім. Жоқ, күшігімдікі. Міне мында екен ғой. Мен бұны өз бөлмемнен таптым. Сен менің бөлмеме кірдің бе? Жоқ, негізі олай емес. Анау мынау айналшықтай берме, турасын айт. Сонымен не көрдің сен ол жерде? Кешіріңізші. Сізге қобдишаның ұқсастығын алдым. Сіздікі сияқты
қымбат емес. Бірақ қабылдаңызшы өтініш. Сен оны аштың ғой, иә? Ашып ішінде не бар екенін көрдің ғой, иә? Мен көлемін көріп, дереу қандай екенін ажырата аламын. Егер сіз ондай көлемдегі үлкенін тағатын болсаңыз, мойныңыз ауырып қалушы еді тіпті. Не? Егер де тақсам? Бірақ қанша үлкен болса, сонша жақсы ғой? Не? Қанша үлкен, сонша жақсы? Ей, сен не оттап тұрсың? Ондай болмайтын әңгімелерді айтпа маған. Сен барып тұрған не салаң? Көңіл көтердің демек, е? Пайдаландың да лақтырдың. Сізді пайдаланған жоқпын мен. Мен де көп уайымдадым. Бұдан бір мағына бар ма? Білемін, тиіспеу керек болған затыма тиіскенімді. Өзіңіз ғой үйіңізге шақырған. Демалыс күні болатын. Егер шақырмағаныңызда жетер. Ал топ екінші драма. Сен ұйықтап жатқанда. Бұл драма 32 серия жарты сағаттан. Жанры романтика, фантастика, мелодрама, детектив. Бізге бұл драмада түсінде келешекті көретін қыз туралы айтады. Бірақ олардың барлығы тек трагедиялы түстер. Бұл рөлде әнші актриса Пе Сьюзи ойнайды. Оның кейіпкері көңілді әрі жарқын. Ол адамдарға оқыс оқиғалардан қашуға көмектеседі. Адамдар оған сенбегендіктен ол бұл істі тастамақ болады. Және сол уақытта бас кейіпкеріміз прокурор Чон Жи Чан, яғни Ли Чан Сак өміріне кездейсоқ көшіп келеді. Ол өз рөлін өте керемет етіп ойнайды. Екеуінің қарым-қатынастары басында жақсы болмайды. Бірақ олардың кездесулерінің тағдыр екенін түсінгенде бәрі өзгереді. Мен сіздерге барлығын айтпай-ақ қояйын, дораманы өздеріңіз ВК-ссылкамыздан өтіп көріңіздер. Апа, қырғыш қайда кеткен? Апа, неге аяғымда шаш көп, а? Кеше ғана қырып едім, бүгін орман болып өсіп кетті. Күн сәулесімен бірдей өсуде, ал қолтығымда одан да жаман. Хонжу, амандас. Бүгіннен бастап біз бірге тамақтанамыз. Ал сенің қолтығың жоқ, қырғыз шампунның жанында. Жақсы бізде. Иә, рахмет. Келгендерің жақсы болды. Менің қасым жарты ғана, тура Мона Лиза. Құдайым-ау, неге маған дұрысырақ қас бермедің, а? Біздегі ең үздік топ бірінші драма Делуна қонағыйы. Бөлім саны 16, бөлім ұзақтығы 70 минуттан. Бас рөлде Аю және Йо Джин-гу. Бас кейіпкер Ку Чан Сон аяқ астан құпия бір қонақ үйде басшы болып жұмыс істеуіне тура келеді. Қонақ үйдің аты Делуна. Ол жерде тек елестер ғана жүреді. Ол қонақ үйдің басшысы Чан Манволь. Ол өте сұлу, бірақ адамдармен өте салқынқанды. Онымен қоса біраз жылдар бойы жасаған қателігі үшін 1000 жылдан бері қарғыспен әлі күнге дейін жерде жүр. Аюдың драмадағы керемет образдарымен және Йо Джин-гудің елестермен болған шытырманды оқиғасын бізбен бірге АБК студияда көрейік. Міне осымен біздің топ драмалар аяқталды. Егер ұнаған болса лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіз. Міне осылай. Драма жайлы қосымша сұрақтарыңыз болса, тапсырыстарыңыз болса комментарийге жазып қалдырыңыз. Мен міндетті түрде оқып сіздерге жауап беретін боламын. Сіздерге тағы да қандай контенттер ұнайды, оны да комментарийге жазып қалдырыңыз. Мен міндетті түрде оқимын. Сіздермен болған АБК студия Эмма. Көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Сау болыңыз.